Қытайда жан алғыш сұмдық ауру тарады. Бұл туралы BBC ақпараты 2020 жылдың 2 қаңтарында ресми түрде хабар берді. Гонконгтағы бір науқас Қытайдың Ухан қаласына барып, шұғыл түрдегі тыныс жолы ауруы деп аталатын SARS ауруымен жұғымдалып, Гонконгта ресми тіркеуге алынған. Ал бұдан басқа да бір туристің тіркеуге алынғандығы туралы Гонконг емханалары BBC-ге хабар берген. Естеріңізге салайық, бұл SARS деп аталатын аурудың ағылшыншасы SARS деп аталады. Бұл шұғыл күйдегі тыныс жолының ауруы деп аталған. 2003 жылы бұл ауру Қытайдың ішінде өте кең таралып, Қытай билігінің барлық науқастарды жаппай ауашаландыруының нәтижесінде бұл ауру мәлім деңгейде контролданған. Бірақ қанша адамның өлгендігі бұғанға дейін құпия болып келді. Ал осы қатерлі ауру жұққан адамды құтқаруға жеткізбей, жұққан бетінде ауа арқылы таралатын және жанды алатын осы ауру, бұл енді дәл қазір Қытайдың Ухан қаласында тарап жатыр екен. Сондықтан Қытайға баратын барлық жолаушылардың назарына, әсіресе ішкі Қытайға баратын жолаушылардың назарына SARS ауруынан сақтаныңыздар. Бұл туралы ақпаратты білмекші болсаңыздар, SARS деп іздеп көріңіздер. Бәрі үлкен әріптермен жазылады. Ал бұл ауру туралы ағылшынша Cerebral-acute respiratory syndrome деп аталады. Бұл тыныс жолы ауруларының өте жұғымтал синдромы деп аталған. Бұл ауру бүкіл дүние жүзінде өте үлкен қауіп төндірген, ал Қытай билігінде бұл 2002-2003 жылдары мемлекеттік деңгейдегі үлкен апатқа себеп болған. Міне 2 қаңтарда Англияның BBC бұл туралы хабар берді. Сондықтан барлық Қытайға іссапармен баратындар, Қытайдың ішкі өлкелерінде оқып жатқан қазақстандық студенттер және олардың ата-аналары, BBC әлемдегі ең ірі ақпарат құралы, соған назар аударыңыздар, балаларыңызды қайтарып алыңыздар, ал Қытайға баруды жоспарлап отырғандар дереу бас тартыңыздар. SARS ауруы ешқандай емі жоқ. Және ол жұққан бетінде емдеуге үлгіртпей жанды алатын сойқан ауру. Осы замандағы емі жоқ оба. Сау болыңыздар.